Номер 6 Төлебай Аманов атындағы мектеп сіздерге энергетик зияны жайлы айтып береді. Соңғы кездері өскелең ұрпақ арасында түрлі энергетикалық сусындар танымал болуда. Айналаңа қарасаң, серуендеп келе жатсаң, жастардың емтиханға дайындалып жатқан студенттердің қолдарында күш қуат беретін сусын толы құтыны көруге болады. Энергетикалық сусындардың бір құтысында 500 мг кофеин болады. Бұл шамамен 14 бөтелке газдалған сусындарға тең. Сондықтан бұл балаға өте қауіпті. Себебі бұл күнделікті нормадан асады. Ендігі жерде өзіңізге бір ғана сұрақ қойыңыз. 2 сағаттық энергия үшін денсаулығыңызды құрбан етуге дайынсыз ба? Қуаттандыратын сусынды тұтынбас бұрын бір нәрсені ойыңыздан шығармаңыз. Энергетикалық сусындар қосымша энергия көзі емес. Тәтті су ағзаға түскен кезде бойыңыздағы энергияны жинап, сол мезетте сізге қуат сыйлайды. Біріншіден, бір уақытта сусынның бір құтыдан артығын тұтынбаңыз. Екіншіден, сусынның күші басылған соң, ағзаңыз міндетті түрде 2 есе жұмыс істеген үшін денсаулығыңызға кері әсерін тигізеді. Энергетикалық сусындар кәмелет жасқа толмағандарға тыйым салынған.